Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zülfiye Penzent anamızın balaları. Nurgul. Assalamualaikum kız. Waalaikumsalam. Kur'an qatısı var inşallah. Waalaikumsalam. Ne diyor sen? Dünya için ne deyip balam болады değil mi? Dünya için sizge bala bolğuz otur da mağan şey. Dünya için mi? Ya. Şoşime bulardan bilesiz ba? Astagfirullah deyim da. Adamın dünyasına qaramayman bilesiz ba? Qaramaysın sen? Ya. Maşallah. O yerden ketedi ғой bu. Qaysi polыңыз бәрі тастап кетесің ғой? Ha? Дүниенің бәрі тастап кетесің qaysi polыңызды? Ya o артымыздан кетпейді. Тек қана елемізбен біріміз ғана кетеді. Сен главный не кетеді бізбен бірге? Не керек бізге? Сауап. Өте. Құндыз бен Назгүлдің анасы Зүлфия анамыз. Ассалаумағалейкум барлықтарыңызға, қалайсыздар? Дәл осы шаңырақта қаншама сынақтағы отбасыларды бағып жатқан Зүлфия анамызға Алла разы болсын. Ал құрметті халқым, енді мен осынша бала шағаменен Алланың разылығы үшін барлықтарыңызға мен рахметімді айтам. Мына Құндызбенен Назгүлдің де маған келіп, перзент боп перзенттеріме қосылып атқанына мен Алланың алдында да, халықтың алдында да бас иемін. Өздеріңіз көріп отырғандай осындай денсаулық жоқ балалар әрине барлығы. Негізі мына шындықты айтқан кезде расында да үйіміз өртенді. Шамамыз келгенше әйтеуір кішкене болса да жөндедік, бірақ әлі есігіміз, тесігіміздің бәрі өртеніп кеткен. Әлі де біраз қаржы керек әрине. Мен осы уақытқа дейін халықтан ешқандай нәрсе сұраған емеспін. Енді Алланың сынағы шығар бұл маған берген. Оны да көтердік. Әлде де халқым сіздерден мен көмек сұрап отырмын. Қымбатты бауырлар, анығын айтқан кезде бұл жерге бұйырса бір көлік керек, және де осы бір үйіне ремонт керек, банясына ремонт керек. Себебі мына жақта каждыйына жүре алмайтын кісілер бар, больницаға апарып келу керек, ар жаққа, мына жаққа апарған үшін такси жалдайды, күнде шығынданады. Бұл кісі бізден бірақ ондай нәрсе сұрап жатқан жоқ. Біз сіздерге өтініш білдіріп жатырық. Алла разы болсын. Төменде реквизиттер болады. Бұл видеоны барынша таратқандарыңыздың өзі садақа, достар. Мүмкіндік болса осы видеоны барынша бүкіл жерге таныстарыңызға, достарыңызға жіберсеңіздер, Алла разы болсын. Барлық отчеттар болады. Қандай бұл жерге жұмыстар жасалынды, қандай заттар алынды, барлығын көрсететін боламыз. Өмірай, жауабы жоқ сұрақ бетін. Қалайша бұл өмірге жылап келдім. Аналық ақ сүтінен ауыз демей, таусылдау күндіз-түні жылап демім. Үйімнің дұры маған қимадым ба? Жоқ әлде дүние мүлік жинадым ба? Сиғанда дүние мүлік неше түрлі? Кішкені бір бесігін сымады ма? Өлімге мен бейбақытты қимадым ба? Болса да өзге жанға сыйладым ба? 9 ай қуырсағынан сүйбедім, дүние құшағына сыймадым ба?